Өзгелерден дара туған, өр намыстан жаратылған, бабаларының батырлығы ханмен бойға даратылған. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. 15 қазан 2023 жыл Ақтөбеден сөйлеп тұрмын. Бүгін осы бір топ азаматтар болып жиналып, бұл азаматтар Ақтөбедегі неше түрлі автоклубтардың, басқа да группалардың админдары болып жиналып тұрған жайымыз бар. Бұл жиналып тұрған себебіміз өзіміздің елімізде қазір көліктерді заңдастыру мәселесі жүріп жатыр, акциясы жүріп жатыр. Сол акцияның барысында біраз еңбегі сіңірген, осы легализацияға септігі тиген мекемелер бар және мемлекеттік қызметкерлер бар. Соларға кішігірім алғысымызды айта кеткіміз келеді. Оның ішінде айтатын болсақ, Сауда және интеграция министрлігінің жанындағы техникалық реттеу және метрология комитетінің басшысы ұжымы бәріңізге мыңда бір алғыс. Басшысы Елікбай Қуаныш Нұрланұлы мырзаға және де министр торговля интеграция Жұмағарин Серік Макешұлына да бәріне алғысымызды білдіреміз. Ол СБГТ, СОС кнопка деген сияқты мәселелердің бәрін шешіп берген үшін. Және де екінші, Қазақстан Республикасының қаржы министрі және қаржы министрлігі жанындағы кірістер комитетінің төрағалары, қызметкерлері, атап айтатын болсақ, Қайрат Кәрімұлы, Ержан Фаридинұлы, Намысов Нұрлан, Саудабаев Елдос, Искаков, Мағжан сияқты азаматтардың бәріне осы кедендік тазартулар мәселесі туындап жатқан кезде кабинеттеріне қабылдап, халықпен тікелей сөйлесіп, естуші үкімет қағидасын көрсетіп жатқандарың үшін мыңда бір алғыс білдіреміз. Ең бастысы, осы заңдастыру акциясының бәріне мұрындық болып, көптеген шаруаларды істеп, халықтың оң шешімін табуға, халықтың мәселелеріне атсалысып жүрген, тікелей легализацияға, заңдастыруға қатысы бар ішкі істер министрлігінің жанындағы әкімшілік полиция комитеті, атап айтатын болсақ, Сұлтанбаев Қайсар мырза басшысы, Кеңесбаев Әлібек, Жамалиев Алтынбек және Төлеген қызы Арай ханымдардың бәріне мыңда бір алғысымызды білдіре отырып, қазақта сөз бар, жақсылық қылсаңыздар бүтін қылыңыздар дейді. Қазір елімізде осы заңдастыру акциясының барысында шешілмей тұрған бір мәселеміз бар. Ол мәселе 1 қыркүйектен кейін кірген автокөліктердің мәселесі. Елімізге кірді, көптеген автокөліктер бар, соның мәселе шешілмей тұр. Оны басқарып жүрген өзіміздің осы қазақстандық жай ғана тұрғындар, азаматтар сол көліктермен өзінің нәпақасын тауып, өзінің отбасын асырап отқан жайлары бар. Сол автокөліктердің бәрін тіркеуге қойып беруіңізді заңдастыру акциясына кіргізуіңізді сұраймыз. Және де екінші бір үлкен мәселеміз, осындай заңдастыру акциясының болып, осындай автокөліктердің елімізге кіруінің себебі еліміздегі алғашқы тіркеу салық жарнасы, первичный налоговый регистрация дейміз, қайта кәдеге жарату жарнасы, Гильсбор дейміз. Сосын кедендік тазарту баждарының бәрінің қымбат болуы. Осының салдарынан осындай автокөліктер көп кірді. Осыған байланысты біздің ұсынысымыз, Қазақстан Республикасында Евразиялық экономикалық одақтың Қазақстаннан басқа 4 елінде өзінің азаматтарына жеке пайдалануға деген заң жобасы бар. Сол заң жобаны қабылдай отырып, сондай заңды жеке пайдалануға автокөліктерді. Алғашқы тіркеу жарнасын, первичный налоговый регистрацияның бағасын 21 мың теңге, яғни 6 айлық көрсеткішке дейін түсіру, утиль алымының бағасын 50 мың теңгеге түсіру, және де автокөліктерге салынатын кеден баждарының бағасы 5 және 7% арасында болуын сұраймыз. Енді тағы да бір үлкен мәселе, осы 2022 жылы 30 тамыз күні Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің жолдау барысында заңдастыру туралы айтқан болатын. Соның ішінде ең басты бір пунктінің біреуі, осындай елімізге заңсыз түрмен автокөліктердің кірмеу үшін түбегейлі тоқтату керек оның жолын, және ол үшін батыл шешімдер қабылдау керек деген болатын. Батыл шешімдердің біздің ұсынысымыз халықтың тарапынан 2012 жылға дейін өзіміздің шекарамызда кеден қызметкерлері жұмыс жасаған болатын. Ол кезде бұндай мәселелер болған жоқ. Сол кеден қызметкерлерін қайтадан шекараға қайтарып 2012 жылға дейінгі бүкіл құзырларын қайтарып беруіңізді сұраймыз. Сосын тағы да бұл қазір осы ең актуалдық болып жатырған мәселе, міндетті медициналық сақтандыру полистарыңыз болмаса автокөлікті басқаруға құқыларыңыз жоқ деген сияқты заң жобасын ұсынып жатыр. Ол Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі, атап айтатын болсақ, Ажар Ғиният ханымның тарапынан ұсыныс болған болатын мәжіліске. Осы заң жобасын қабылдамауыңызды сұраймыз, өйткені біздің ол конституциялық құқықтарымыз шектейді. Және де Қазақстанда 4 миллион автокөлік бар екенін ескерсек, оны 6 миллион көлікті басқаруға берген құжаттары болса, қалған 14 миллион адамның мәселе шешілмей, ол толықтай қамтымайды. Сол үшін осындай ұсыныстарымыз, талаптарымыз бар. Осы видео үндеуді біз бұяқта аз адам жиналып тұр деп ойламаңыздар. Бұл әрбір группаның админдары, оны каждайының өзінің группасында кем дегенде 500-700 адамнан бар. Бәрін бұл жаққа шақырып, ондай бір үлкен ажиотаж туғызғымыз келген жоқ. Біз бұл видеоны міндетті түрде бүкіл Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға жіберетін боламыз. Және де Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы, госсекретары Ерлан Тынымбайұлы Кәрем мырзаға, Сенат және Мәжіліс депутаттарына, және Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Асханұлы Смайылов мырзаға жіберетін боламыз. Осы видеоны көріп, ертең біз ұжымдық хатпен бірге прикреплять етіп, осын қасына тіркеп, бәрін жіберетін боламыз. Тікелей кімге осы видео үндеу жолдауды жіберіп отырып, сол азаматтардың, сол басшылардың өздері жауап беріп,
жауап бергендерін талап етеміз, қалаймыз. Енді қазақтың мәселесін бірігіп бәріміз шешуіміз керекпіз. Жарқын болашаққа жаңа Қазақстанда бірге құрғымыз келсе, жарқын жаңа Қазақстанды заңдық правовой поляда бәрінің мәселесін шешіп, халықтың үніне құлақ асатын уақыт келді. Естуші үкімет, естуші билік дегенді көрсетуіміз керекпіз. Енді жоғарыда айтып кеттік, көптеген мемлекеттік мекемелерге, басшыларға алғысымызды айта кеткен болатынбыз. Сол азаматтардың қатарына қосылып, естуші үкімет бар екенін көрсетіп, біз өз тарапымыздан көруші халық бар екенін көрсете аламыз. Бүкіл мәселе оң жағынан шешіліп, видеомыз барған жетер жеріне дейін жетеді деген сенімдеміз. Құрметті бауырлар, қойылған талаптардың бәрін қолдаймыз ба? Қолдаймыз. Көп рахмет назарларыңызға. Бәріңіз жолда аман сау жүріп, жол ережелерін сақтап, бәріңіз ақ нөмір бұйыруын тілейміз. Қош сау болыңыздар, құрметті бауырлар.